Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін красный бархат пирогын дайындаймын. Ең алдымен ұнымызға қант саламыз, кейін қопсытқыш, яғни разрыхитель саламыз. Және де алдын ала өлшеп қойған какао саламыз. Және осындай кондитерлік дүкендерде қызыл бояғыш бар, осындай порошок түрі. Сұйық қызыл бояғыш салмаймыз, осындай порошок түрін саласыздар. Енді барлығын араластырып аламыз. Барлығын араластырғаннан кейін алдын ала өлшеп қойған майымызды салып, теркадан өткізіп, үгілмелі, яғни песочный тесто дайындаймыз. Барлығы біркелкі болып, яғни ұн мен майымыз әбден бір-бірімен араласу керек. Міне менің песочный тестом дайын. Енді шамамен 5 ас қасықтай су қосып, қамырымызды біріктіріп көреміз. Мүмкін ұнның тығыздығына қарай сіздерде одан да көбірек су кетуі мүмкін, сондықтан бірден қоспаңыздар суды. Осылай 3 қасық, кейін 4-ші қасық, солай ұныңыз біріккенше қосасыздар. Міне менің қамырым дайын. Енді жарты сағатқа бөлме температурасында демалдырамын. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, 2 дана жұмыртқа және қант керек. Барлығын біркелкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Диаметр 24-тік формаға қамырымды толықтай барлығын міне орналастырдым. Енді алдын ала дайындап қойған салмамды салып, 180 градуста алдын ала қыздырып қойған пеште 40 минуттай пісіріп аламын. Өз қалауыңызша қамырдың сәл ғана бөлігін алып, тоңазытқышта, яғни мұздатқышта қатырып, кейін осы қамырдың бетіне теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен бір кезек осылай үстін ашық күйде пісіруді шештім. Дайын болған пирогымды черешнямен осылай әсемдедім. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.